Бүгін шаһарда адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен көшпелі отырыс өтті. Басқосуда азаматтардың құқықтарын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз ету және әлеуметтік осал топтарды қолдау мәселелері талқыланды. Жиында облыс әкімі Ербол Қарашөкеев, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың заң мен тәртіп қағидаты мемлекеттік саясаттың негізгі бағыты екенін атап өтті. Сондай-ақ өңірде халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және азаматтардың өтініштерін жедел қарау бағытындағы жұмыстар жүйелі жалғасып жатқанын жеткізді. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтымен, үкіметтік емес ұйымдармен және қоғамдық кеңестермен бірлескен жұмыстар тұрақты түрде жүргізілуде. Соңғы жылдары облыста азаматтардың құқықтарын қорғауға қатысты бірқатар маңызды бастамалар қолға алынды. Әлеуметтік мекемелерде мониторинг жұмыстары күшейтіліп, арнаулы әлеуметтік қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған шаралар қабылдануда. Көшпелі отырыста өңірдегі түзеу мекемелерінің жағдайы да назардан тыс қалмады. Бүгінде сотталғандарды жұмыспен қамту көрсеткіші артып, нөмірі 25-ші мекемеде қосымша жатақхана мен медициналық нысандарды жаңғырту жобалары қолға алынған. Сонымен қатар пробация есебіндегі азаматтарды қолдау мақсатында пробация үйі жұмыс істеп тұр. Жиын барысында мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам өкілдерінің өзара іс-қимылын күшейту, жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру және әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы міндеттер айқындалды. Биыл бізде әлі де жекелеген шағымдар бар, алайда санаулы ғана. Олар әлі расталған жоқ, қазір тексеріліп жатыр. Өткен жылы аздап-тауларға жол берілген жоқ. Мүмкін аздап өрескелдік болған шығар. Олар бөлек тәртіппен тергеліп жатыр. Осы тұрғыда Қазақстан жеңіске жетті деп айтуға болады. Тараптар адам құқықтарын қорғау тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстарын ортаға салып, алдағы жұмыстарды бірлесіп жалғастыруға уағдаласты. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.